Қайырлы күн, құрметті қауым. Мен Сагалиева Жанар Қалкербек қызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, Сәкен Сейфуллин атындағы Агротехникалық университеттің кәсіптік білім беру кафедрасының жанындағы ғылыми зерттеу орталығының бас маманы ретінде және жоғарғы мектеп педагогикасы саласының маманы ретінде қазіргі кезеңде педагогика саласындағы ғылыми терминдердің қазақ тілінде қолданысы және тіл мәдениеті тақырыбына дәріс оқымақпын. Жалпы зерттеудің көкейкестілігі қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы білім беру саласын дамыту арқылы мемлекеттің өркениетті елдер санатына қадам басу жағдайында ұлттық тіл мәдениетін зерделеу, оларды тиімді жүзеге асыру мәселелері ерекше көкейкестілікке ие болып отыр. Бұл тіл мәселесі әртүрлі ғылым саласы аймағында дамытуды, оның қалыптасып дамуындағы қажеттіліктер мен озық тәжірибелер болашақ ұрпаққа жеткізуді талап етеді. Бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев тұрғызатын қоғамды бағалайтын, белсенді, жоғарғы моральды, әдепті және рухани байлығы мол адамдардан тұру керек. Қазақстанның бірегей халықаралық, ұлтаралық және мәдениетаралық ынтымақтығы соны жетілдіруді қамтамасыз ете отырып, қазақ халқының көп ғасырлық дәстүрлерін, тілі мен мәдениетін сақтаймыз және дамыта түсеміз деген ой тұжырымдамалары да келешек ұрпақты рухани мәдени мұралар негізінде тәрбиелеу қажеттілігін айғақтайды. Жас ұрпақ өз отаны Қазақстан Республикасына сүйіспеншілігін, мемлекеттік рәміздерге сыйластығын, халық дәстүріне құрметпен тәрбиелеу мақсатында қазақ халқының тарихи, әдет ғұрпы мен салт санасын және тілін меңгертуде Қазақстан Республикасының білім заңында айғақталған. Осы жоғарыдағы айтылған бәрі ұлттық мәдениеттің құрамдас бір бөлігі болып табылатын тілді дамыту арқылы қазақ тіліндегі педагогика ғылымда қолданып жүрген терминдерді қайта қарап, мазмұнын зерделеуді, жинақтаған тәжірибесін ғылыми жүйелі тілге келтіріп, ұрпақтан ұрпақ жеткізуді бүгінгі күн талап етеді. Осы мәселеге байланысты еңбектерге жасалған талдау, бұл мәселенің зерттеу объектісінен әлі күнге дейін түспегенін дәлелдейді. Сонымен аталған ғылыми проблемаларға, педагогикалық зерттеулер мен әдебиеттерге, еңбектерге біз талдау жасап, бүгінге дейін қазақ тілінде педагогика саласының ғылыми терминдарының да әлі күнге дейін нақтыланбауын байқадық. Осыған байланысты көптеген осы тақырып төңірегінде көзқарастардың және қарама-қайшылықтардың бар екендігін куәгер болып отырмыз, және осы тақырып арқылы сол қарама-қайшылықтардың шешілетін болса, осы тіл мәселесі, терминология мәселесі нақтылы шешетіндігіне сенімдіміз. Сондай терминдік қарама-қайшылықтардың бірі ғылыми терминдердің дұрыс пайдалануға тәрбиелену қоғам сұранысы арасындағы қарама-қайшылық, оның жүйелі түрделі әлі де болса зерттеуді қажет етілуі, түрлі диалектілердің қолданылуы арасындағы қарама-қайшылықтар, оқу тәрбие процесінде педагогика саласындағы ғылыми терминнің нақтыланбауының қажеттілігі мен білім алушыларды оған үйрету қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылық, педагогика саласындағы ғылыми терминнің пайдалануға байланысты бірыңғай тұжырымдаманың болмауы және оны жүзеге асыруға байланысты оқу әдістемелік жұмыстардың арасындағы қарама-қайшылықтың бар екені байқалады. Сондықтан енді осы тақырыптарға байланысты біз келесі осы тақырыптың, өзекті тақырыптың объектісі болып табылатын ғылыми терминдардың педагогика саласындағы қолдануы мен мәселенің пәні ретінде тіл мәдениеті негізінде үйрету тәжірибесін күшейту қажет деген көзқарастамыз. Сондай-ақ осы жағдайды жүзеге асыру үшін педагогика саласы мынандай нақты терминдарды жүйелеу, нақтылау арқылы білім беру салаларында оқу тәрбие процесінде нақтыланған терминологияны қолдану керек мақсатын қарастырамыз.
және біздің көзқарасымызда егер біз педагогика саласында нақты ғылыми терминдер нақтылай алсақ, бір жүйеге келтірілсе, оларды бүгінгі білім беру салаларында оқу тәрбие процесіне ендіруге байланысты нақты тұжырымдамалы жасалып, әдістемелік кешенмен қамтылатын болса, онда білім беру жүйесінде білім мен ғылым саласындағы еңбектердің сапасы анағұрлым артатындығына сенімдіміз. Бүгінгі күні көптеген тіл институттары, базалық жоғарғы оқу орындары қасындағы ғылыми зерттеу орталықтар осы салалар бойынша нақты жұмыстар жасалып жатыр. Ол оңтайлы жұмыстардың нәтижелерін қоғамдық сұраныста көріп жатырмыз. Бірақ та бізде осы мәселені көтере отыру жағдайында біз сын айтуға, қандай да бір әдебиеттердегі және қолданыстағы тілдік мәселелерге өзіміздің жеке көзқарасымызды білдіргіміз келеді. Яғни осы тіл институттары, тіл терминологияларын дамыту орталықтарының жұмысында біздің көзқарасымызда арнайы комиссиялар құрылса, сала мамандары тартылса, және басқа да жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстар нақтыланса, оның тұжырымдамалары жасалса, нұр үстіне нұр болады деген көзқарастамыз. Енді осыған байланысты педагогика саласында мынандай міндеттер шешіліп жататын болса, осы терминология мәселесіне шешуіне мүмкіндіктер туар еді деген өзіміздің жеке бір көзқарасымыз бар. Ол педагогика саласындағы нақты ғылыми терминдарды нақтылау, жүйеге келтірудің теориялық әдіснамалық негіздері болу керек. Педагогика саласындағы нақты ғылыми зерттеу объектілеріне байланысты терминдерді жүйеге келтіру және педагогикалық терминдердің мазмұндық, түсіндірмелік сипаттама беру арқылы тілде дұрыс пайдалану мүмкіндігін нақтылау. Осы салада ғылыми терминдер нақтыланып бір жүйеге келтірумен білім алушыларға үйретудің мазмұнын, әдістерін, формаларын нақтылауымыз керек. Ғылыми терминдер нақты оқу жүйесінде үйретудің әдістемесін негіздеуіміз керек, және ғылыми терминдерді нақты бүгінгі күнде білім беру жүйесінде пайдалану тұжырымдамасын және оқу тәрбие процесінде оңтайлы ендірудің жолдарын іздестіре беруіміз керек деген ойдамыз. Тіл мәселесі өте күрделі мәселе. Тіл қоғамның объективті құбылысы, ол бүкіл халық үшін бірдей, және адамдар білген құбылыстардың алуан түрін түгел қамтиды. Тіл қоғамдық құбылыс. Яғни осы тіл мәселесінен байланысты 19 ғасырдан бастап үлкен еңбектер жүзеге асып келеді. Яғни шетелдік, отандық ғалымдар, қазақ зиялылары Байтұрсыновтан бастап осы күнге дейін ғалымдардың зерттеулерінде өз жалғасын тапқан. Тіл мәселесіне байланысты, тіл мәдениетіне байланысты, тіл мәдениеті деген Уәлиевтің еңбегінде ол тіл мәдениеті сөйлеудегі, жазудағы сыпайылық, ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дәл айыру шеберлігі, сөйлеу өнеріне шыныққандық деп анықтама береді. Сондай-ақ Балақаев өз еңбектерінде тіл мәдениет дегеніміз тілдік тәсілдердің ширау жетілдіру дәрежесі, фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты дұрыс пайдалану дейді. Яғни тілші ғалым Сыздықова да осындай көзқараста. Шын мәнінде біз қоғамдық ортада тіпті ғалым педагог білім алушылардың тарапынан лексикалық тұрғыда жаңа тілдік сөздердің дұрыс пайдаланбай жатқандығын, сондай еңбектерде көрініс табатынын байқаймыз. Сондай-ақ дұрыс дыбыстау, орфоэпиялық
қателіктердің кездесетіндігін, сауатты жазу, орфографиялық, лингвистикалық, лингвостилистикалық нормаларға олқылықтар кетіп жатқандығын көруімізге болады. Әрине, тіл мәдениеті негізінен сөз мәдениеті, сөзді орынды қолдану деген ұғымды білдіреді. Өйткені тіл мәдениетінің негізін зерттейтін объектісі сөз. Сөздің дұрыс айтылуы, дұрыс жазылуы, дұрыс қолданылуы, сол арқылы ойдың айқын, әсерлі жетуі, үштіліктің, күңгірттіктің болмауына әсер етеді. Осыған орай тіл мәдениеті ғылыми екі салаға бөлінетіні белгілі. Яғни оқу процесінде жазбаша сөйлеу мәдениеті, сөз қолдану мәдениеті деп екіге бөлінеді. Осы мүмкіндіктерді біз педагогикалық пәндер жүйесінде жүзеге асыруға аса көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан сөйлеу мәдениетіне байланысты өтілетін практикалық сабақтарды педагогикалық білім беру оқу орындарында енгізу, сөйлеу тілінің ерекшеліктеріне көп көңіл бөлу, қателерді тіл фактілер негізінде талдап сырын ашып көрсетудің пайдасы зор. Тек қана бұл арнайы дайындықтар жүргізілген кезде ғана нақтылануы мүмкін. Жалпы мен мынандай мысалдар көрсеткім келеді. Жалпы мына орыс тілінде және қазақ тілінде қолданып жүрген нұсқаларда педагогическое наблюдение, педагогический контроль деген сөздер орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі баламасы екеуі де педагогикалық бақылау болып табылады. Бірінде педагогикалық наблюдение ұғымын педагогикалық байқау, ал екіншісін педагогикалық бақылау деп қарастырылатын болсақ, бұл ұғымды қабылдану мүмкіндігі не көмек қылар еді. Сондай-ақ еңбектерде мотивация ұғымы себеп, ұмтылу, уәждеме дегенде ұғымдар кездесіп жатыр. Біз ұсынысымызда себеп, ұмтылу деген ұғымды қалтырғымыз келеді. Сондай-ақ умение, знание, умение, навыки, білім, білік, дағды. Сол умение сөзін іскерлік, ебдегейлік, білік деп аударылып жатыр, ал біздің ұсынысымыз білік ұғымы негізінде қарастырылса. Процесс ұғымы, үдеріс, үрдіс деген екі мағынада қазір қолданылып жүр. Сол үдеріс, процесс ұғымы, процесс ұғымына өте жақынырақ. Сондықтан егерде процесс ұғымы процесс күйінде қала беретін болса да, үдеріс ұғымында да пайдаланса, ол жаман болмас еді. Сондай-ақ приспособление деген ұғымды ала бұйым деген айла бұйым деп қолданып жүрген мамандарымыз да бар. Яғни бір жерге оңтайлану, үйрену деген мағынаны білдіреді. Динамиканы, қозғалыс, ол динамика шетелдік әлемдік білім кеңістігінде пайдаланып жүретін сөздіктер, сондықтан сол күйінде қала берсе де болады деген көзқарасымыз бар. Новорожденный ұғымы сәби, шақалақ, нәресте деп пайдаланып жүр. Сол ұғымды нәресте ұғымымен алмастырылса нақты болар еді. Немесе поведение ұғымы, мінез құлық деген бірнеше ұғымдарда пайдаланады. Дұрысы мінез құлық деген көзқараста. Жалпы сондай-ақ надсистема, система, подсистема деген ұғымдардың нақты әлі де болса аудармалары жоқ. Жүйе алды, жүйе соңы, үлкен жүйе, кіші жүйе. Сосын кейін тағы да дәстүрден тыс нетрадиционные уроки деген ұғым бейдәстүрлі деп ұғым, дәстүрлі емес деген ұғымдарменен қолданылады. Оның дәстүрлі емес деген ұғымы нақтырақ болушы еді. Сондай-ақ
упрямство, қасарысу деген ұғыммен аударылып жүр. Сондай-ақ қыңырлық деген, яғни ол қыңырлық деген ұғымы упрямство деген ұғымның нақты мағынасын ашар еді деген көзқарастамыз. Сондай-ақ уравновешенность, салмақтылық деп аударылып жүр. Ол байсалдылық деген сөзбен алмастырылып жатса. Проблематика, тематика деген ұғымдар бар. Олар келесі мәселелер емес, жалпы мәселе, проблема мәселе, проблематика мәселелер. Тема тақырып, тематика тақырыптар ұғымында пайдаланса жақсы болар еді. Жалпы сөзді қорытындылай келе, тіл ұлт байлығы, ал сөз байлығы әр адамның лексикасында қолданатын сөздердің санымен байланысты болғанымен, негізгі байлық ой саналылығы, ой байлығы. Сол сөздерді қиылыстырып, әсем түрлі мұнара түзетін болсақ, сол құп үстіне құп болар еді. Себебі сөзді көп біліп, бірақ оны орынды, ойлы, образды жұмсай алмасаң, одан не пайда деген сұрақпенен бүгінгі дәрісті аяқтаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.